2016 жылы Маугли анимациялық фильмді қазақшаға аударып шықтық. Бәрімізге белгілі оқиға болғанымен, үнемі алғаш көргенде көресің, өйткені бұл жерде сол баланың тағдыры, сол Маугли джунглиде алған жалғыз адам баласы хайуанаттардың арасында өскен. Менің атым Айнұр Бермұхамбетова. Менің дыбыстаған кейіпкерім Ка, жылан. Джунглиде не істеп жүрсің? Енді біз дубляж жасап жатқанда тек қана алдымызда мәтін, соны қағазға қарап оқып қана қоймай, кейіпкерімізбен бірге тыныс алып, оның әр тынысының діріліне дейін, күрсінісіне дейін деп шығарған жаңағы ауасына дейін жасау, әрине бұл үлкен еңбекті талап етеді. Мен Зейнуллаев Ислам «Джунгли» кітабы фильмінде Шерханды дыбыстадым. Мен бүгін бұл жерден бір таңсық иіс сезіп тұрмын. Яғни Шерханды дыбыстағанда маған аса қиындыққа соққан жоқ, өйткені ол менің оң жамбасыма түсті десем артық айтпаспын. «Джунгли» кітабы фильмінде Балудың рөлін дыбыстау бақыты бұйырды маған. Балуды қысқы ұйқыға жатқызып кетейін. Джунглидегі аюлар қысқы ұйқыға жатпайды. Жалпы Балудың бейнесі маған өте қатты ұнады. Жалпы мына қазақта батыр аңғал келеді дейді. Сол секілді бұл Балудың бойында осы қазаққа ұқсас мінездер де бар. Аңғалдық, және сөйтіп тұрып батырлық, батылдық, кейбір енді жалқаулығы да ұқсайды. Дегенмен сәл мызғып алудан бас тартпас едім. Сәлем достар, менің атым Әшімхан Ағарыс. Мен 10 жастамын. Мен осы «Джунгли» кітабы фильмінде Мауглиді дыбыстадым. Неге жолбарысымен жек көреді? Жасырын! Жалпы осы кино достық жайлы, мейірім жайлы екен. Мен бұл кинодан көп мәлімет алдым. Осы «Джунгли» кітабы киносында маған Мауглидің қатты ұнаған көрінісі, ол «Мен Мауглимын, бұл менің үйім» деген көрінісі болды. «Мен Мауглимын, бұл менің үйім». Әрине, бұл фильмде үлкен актерлік шеберлікті талап етті. Бұл дайын спектакльді жаңадан қазақша ойнап шыққан тәріздіміз. Шынайылық, шынайы ойын, шынайы сезім. Менің ойымша, бұндай жобалар өте қажет. Себебі мына әлемдік деңгейдегі үлкен фильмдер, үлкен балаларға арналған мультфильмдер болсын. Бұл нағыз біздің тәуелсіздігіміздің, нағыз бұл егемендігіміздің белгісі. Жалпы мынау шетелден қандай фильм көрсе де бізде ол біздің елімізде аударылмаған, ол белгілі ғой, енді ол Ресейде аударылған күйінше біздің кинопрокатқа кіріп кетеді, ал мынау енді біздің қазақ тілінде, мемлекеттік тілімізге деген құрметі. Бәріңізді осы киноны көруге шақырам. Келіңіздер, көріңіздер. Өте қызық болады.